Емге аман есен барып келдік. Каусардың басы айналып қаламы деп әбден уайымдадым. Сонда да әйтеуір 1 сағат болса да жаттығуымыз жасап келдік. Енді аналар, менің аудиториямдағы тұрақты оқырмандарым, менің баяғы сол 4 жыл бұрынғы терапиялар сабағына қатысқандар өте жақсы біледі. Бұл бір ақыл кеңестің жиынтығы емес, теория емес. Менің терапияларымда көбінесе сол өкінішке байланысты, өзіңді кінәлауға байланысты, өзіңді осы жеп жүргенге байланысты, құнсыздандыруға байланысты. Байқайсыздар ма? Барлығын біздің аналар сол жүкті арқалап, сонда да аз беріп жатқан сияқты бір өздерінің кінәлау сезімдері болған сайын аналарымызды құнсыздандыру да көбейіп жатқан сияқты да. Сондықтан да осы халдермен жұмыс жасалуға бағытталған керемет тамаша терапия. Терапиялар жиынтығын мен шырағың сөнбесін ана деп атау қойдым. Себебі мен үшін әрбір ана өзінің отбасының шырағы, сондықтан да оның жылуды ары қарай беріп, мейірімге ары қарай төгіліп, ары қарай отбасын шуағына, сәулесіне қуантатындай дәрежеге жеткізу үшін әр ананың сол іштегі өзінің шырағын тағы да қуаттау керек сияқты. Сондықтан осы орайда мен сіздерге сіздердің сол ішкі халдеріңізді реттеуге, өзіңізді өзіңіз түсінуге, сол бір мына бос кеңістік, мен жалғызбын, неге бір бәрі күшті, бірақ сондай бір дұрыс емес сезімдер ішіңіздегі орын алып жатқан, міне осылардың барлығымен жұмыс жасайтын бірнеше күндік тікелей эфирдегі сіздердің сезімдеріңізді қалпына келтіретін тамаша сабақты ұсынатын боламын. Өз-өзіме сұрақ қойдым. Медицинадан басқа еш нәрсе көмектеспесе, мен ары қарай осындай баламен қалай өмір сүремін? Каусар дүниеге келгелі толқын 360 градусқа өзгерді. Қазіргі толқынның сол үлкен жолын бастап берген Каусар деп айтсам да қателеспеймін. Ең біріншіден Каусар дүниеге келгеннен бастап мен жаловаться етпеуді үйрендім. Әрине, бастапқы уақыттар қиын болды, бастапқы уақытта қабылдамау болды, қарсыласу болды, мүмкін емес, мен ондай бала туым мүмкін емес, менің балам ондай қандай да бір диагнозының бар болуына мен лайықты емеспі деген қарсыласу өте үлкен болды. Бірақ уақыт өте қабылдадық. Қабылдау процесі менің өзімнің білім жолында, мамандық алуыма әкеп тіреді. Бастапқы 5 жыл бойы біз тек қана медицинадан іздеп жүрдік, ем шарасының барлығын. Үнемі реабилитация жасап, мысалға әртүрлі емді ала беріп, одан кейін бір нәтижеге жетеміз деген, ол тек қана сондай бір иллюзорный неде жүрдік та, ұмтылыста. Бастапқы 5 жыл жүріп кетеді, сөйлеп кетеді деген. Кейін барып бір 5 жылда менде сондай бір өз-өзіме сұрақ қойдым. Медицинадан басқа еш нәрсе көмектеспесе,
мен ары қарай осындай баламен қалай өмір сүремін. Каусарға қараған сайын, әр күн сайын ол жай ғана жүрмесе де, сөйлемесе де, өмірге қуанғаны, тамақ ішкен кезде сол дәмді екен деп айтқаны адамның кәдімгі бақыты оның жүріп тұруына байланысты емес екенін, адам бақытты болуды таңдау жасайды екенін мен кәдімгідей түсінген болармын, түсіндім деп ойлаймын. Одан кейінгі перзенттерімде мен енді бәрібір ана болғаннан кейін шаршаймыз, дегім келеді, сендер шуламай ойнаңдар дегім келеді да, сондай нәрсені бүйтіп мына жеріме келіп айтқым келіп тұрады да, содан кейін барып деп өзім тоқтатамын. Жоқ, мен осылардың ойнап күлгеннен шаршайыншы одан да деген нәрсе тұрады да. Сондықтан да Каусар жалпы менің өмірімдегі ең үлкен құндылық, ең үлкен сый.